Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше, өте дәмді шығыс елінің тәттілерінің бірі гата деп аталатын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл печенье ішіне жаңғақ қосылады, әрі рулет тәрізді болады. Және дайындалуы да өте тез. Және видеоны көрмес бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Електен өткізілген ұнымызға қопсытқыш, шым-шым тұз, қант және ванильді қант қосып жақсылап араластырамыз. Кейін мұздатқыштан шығарылған өте суық сары майды ұнымызбен араластырып отырып, ірі үккіштен өткіземіз. Барлығын бірыңғай масса болып араластырған соң, жұмыртқа мен айранды қосып, қамыр дайындаймыз. Қамырға артық ұн қоспаймыз, сол кезде біздің печеньелер өте жұмсақ болады. Дайын қамырды таза целлофанға салып, тоңазытқышқа шамамен 30 минутқа қоямыз. Сол аралықта ортасына қосатын салмасын дайындаймыз. Негізі қалауларыңыз бойынша басқа жаңғақты таңдасаңыздар болады, бірақ көбіне дәл осы грек жаңғақ қолданылады. Мен жаңғақты пеште 180 градуста 5-10 минут сәл қуырып алдым. Және жаңғақты блендер көмегімен, болмаса жай пышақпен ұсақтап аламыз. Келесі кезекте бір жұмыртқа уызын сәл шайқаймыз, және оған қант, ванильді қант және жаңғағымызды қосып, толықтай жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын. Тоңазытқыштан шығарылған қамырымызды ыңғайлы болу үшін 2 бөлікке бөлеміз және бір бөлігін қайта тоңазытқышқа салып қоямыз. Арасында ұнымызды сеуіп отырып, қамырды 4 бұрышты етіп жаюға тырысамыз. Қамыр қалыңдығы шамамен 2-3 мм. Дайындаған салмамыздың жартысын қамыр бетіне біркелкі етіп таратамыз және осындай рулет ораймыз. Рулетімізді осылай қиғаштап, орташа көлемде кесіп, пергамент қағазы төселген противеньге қоямыз. Және салмасынан қалған бір жұмыртқа сарыуызына сәл ғана сүт қосып, араластырып, бетіне жағып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша бетіне әдемілік үшін шанышқымен осындай сызықтар салсаңыздар болады, бірақ ол міндетті емес. Екінші бөлігімен де дәл солай қайталаймыз. Печеньелерімізді 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 25-30 минут қызарғанша пісіреміз. Біздің гата печеньеміз дайын болды. Бұл печенье шынымен де өте ерекше дәмді болып шығады. Шығыс елдерінде бұл печеньенің танымалдылыққа ие болуы бекер емес. Сіздер бұрын-соңды дайындап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде дайындауға кеңес берер едім. Өздеріңізге де, жақындарыңызға да ұнайтынына күмәнім жоқ. Осы рецепт бойынша менде 22 дана шықты. Печеньенің сыртқы бейнесі ерекше, әдемі, әрі тоқаш тәрізді өте жұмсақ болып шығады. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі алда өте көп рецепттер болады. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.